Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 37-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы менің отаным. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізді анықтайсың, теңеу сөзді қолданып үйренесің. Бірінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті сөзді тауып сөйлемдерді оқы. Бұл Қазақстан Республикасының картасы. Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан, немесе Астана. Мен Алматы облысында тұрамын. Түсініп оқы. Сенің отаның Қазақстан. Еліңнің картасына қарашы, жеріміздің өте кең екенін көресің. Қазақстанның табиғаты көркем. Жап-жасыл орман, тоғай, сарқыраған өзен, көл, асқар биік таулар бар. Жер қойнауында қазба байлықтар мол. Олар мұнай, көмір, мыс, тағы басқалар. Ақын туған жеріне арнап өлең жазады. Суретші сурет салады, сазгер ән шығарады. Сен де туған еліңді мақтан ете біл. Ораз ақын Асқар балалар ақыны Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағында дүниеге келген. Ақынның өлеңдері балаларға арналған журналдарда жарияланып тұрады. Үшінші тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңде не туралы айтылған? Туған жер. Ораз ақын Асқар. Сүйем сені, туған жер, байлық, бақыт тұнған жер. Миллиард фут астықты қамбаға жылда құйылған жер. Сүйем сені, туған жер, өнер білім қуған жер. Ұшу үшін ғарышқа тоқтар беліп туған жер. Өлеңде туған жер туралы айтылған. Фут 16 килограммға тең салмақ өлшемі, қамба астықты орын, беліну, бұл жерде тәуекел ету. Теңеу сөздері тиісті суретпен сәйкестендіреміз. Теңізде толғаған, кемеде жүзген. Туған жерің сипатта. Менің туған жерім Қазақстан. Туған жердің табиғаты өте әдемі. Пайдалы қазбаларға бай. Жер көлемі үлкен. Әртүрлі ұлт өкілдері өмір сүреді. Туған жерімнен көптеген ғалымдар, жазушылар шыққан. Қорытындыла. Отанымыз туралы не білдің? Менің отаным Қазақстан екен. Елімнің жер көлемі кең екен. Табиғат, орман, тау, өзен көлдері бар. Қазба байлықтары бай екенін білдім. Өлеңді жаттап аламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.